кезекті подкастымыз. Студиямыздың қонағы Нұр Мүбарак университетінің түлегі, исламтанушы магистр Дастан Дарханұлы. Ақтөбе өңіріне қош келіпсіз. Политик бағыттың ұстанушылары да сондай түсінікті қалыптастырып жатыр қоғамда. Ол қандай түсінік? Біз байыпты жол ұстанамыз. Мысалы, әңгімелері болсын, басқалары болсын, бірде такфирлерді жамандайды. Анау андай екен, мынау мындай екен, біз ондай емеспіз. Біз патшаға бағынамыз. Негізі түп негізіне қарайтын болсақ, Абдул-Вахабтың идеологиясы ғой енді бұл негізін қалаған. Ол байыптылықпен басталған жоқ, ол радикализммен басталды. Оның мақсаты соғыс болды. Мұсылмандарды кәпірге шығарып, олармен соғысып, олардың жанын адал етіп, өздеріне қан төгіс жасау болды. Осындай мақсатта құрылған нәрсе ешқашан байыпты болмайды негізі. Уақытша ғана бір байыптылықтың көрінісін жасау мүмкін. Салафиттік бағыт, жалпы салафиттік бағыттың шығуы, жалпы тарихына тоқталып өтсеңіз. Сіз айтқан салафизм ғана емес, исламдық бағыттар емес, одан бөлек христиандық бағыттар бар, әртүрлі топтар келіп, былайша айтқанда сондай бір күрделі діни ситуацияға әсер негізі қазіргі уақытқа дейінгі жалғасып жатқан. Сол кездердегі былайша айтқанда қадағалаудың әлсіздігімен де байланысты деп айтуға болады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті көрермендер, бүгінгі кезекті подкастымыз. Студиямыздың қонағы Нұр Мүбарак университетінің түлегі, исламтанушы магистр Дастан Дарханұлы. Ақтөбе өңіріне қош келіпсіз. Енді жалпы елімізде болсын, жалпы әлемде болсын, бұл дін мәселесі, жалпы экстремизм, терроризм деп жатамыз ғой. Бұл енді еліміздегі болсын, жалпы әлемдік бір актуальный проблемалардың бірі. Енді өзіңіз білесіз, жалпы елімізде болсын, осы Ақтөбе өңірінде болсын, сондай бір қаралы даталар болды, орын алды, осындай террористік актілер, осындай қаралы күндер болды. Жалпы осы сол терактіге қатысқан азаматтармен сөйлескенімізде, біз осы жалпы олармен сұхбаттас болған кезде, олармен сөйлескенімізде, олардың өздерінің жаңа сәләфиттік идеологияны ұстанатындығы, жалпы өздерін осы идеологияның өкілі ретінде таныстырды, жалпы өздерінің ұстанымдарын, сенімдерін, сенімдерін барлығын осы сәләфиттік бағытқа негіздейді. Жалпы осы сөз кезегі жалпы тақырып салафиттік бағыт, жалпы салафиттік бағыттың шығуы, жалпы тарихына тоқталып өтсеңіз. Ассаламағалейкум, Азеке, шақырғандарыңызға рахмет. Енді Қазақстандағы діни жағдай деп бастап отырсыз ғой. Қазақстандағы діни жағдай айтқан кезде енді білесіз, тәуелсіздік алған жылдары Қазақстанда енді діни бостандық заңы қарастырылып, кез келген діни конфессия өкіліне, кез келген дін өкіліне бір еркіндік берілді. Сол еркіндіктің себебімен бір жағынан ол да бар. Бір жағынан осы кеңес өкіметі кезінде атеистік дәуірден шаршаған халық бір жағынан дінге деген қызығушылығы бірден артып кетті. Бірден жаңағыдай бостандық келген кезде, еркіндік келген кезде дінге деген құштарлықтары бірден артты. Діни сауаттылықтарын арттырғысы келді деген сияқты. Осы кезде әртүрлі діни топтар келді Қазақстанға. Ол шетелдік әртүрлі жаңағы саяси фракциялар деп айтамыз ғой, солардың қолдауымен ол жерде тек қана сіз айтқан салафизм ғана емес, исламдық бағыттар емес, одан бөлек христиандық бағыттар бар, әртүрлі топтар келіп, былайша айтқанда сондай бір күрделі діни ситуацияға әсер негізі қазіргі уақытқа дейінгі жалғасып жатқан. Сол кездердегі былайша айтқанда қадағалаудың әлсіздігімен де байланысты деп айтуға болады. Әртүрлі келген діни жамағаттар, діни топтар өздерінің мүдделерін қорғау мақсатында, өздерінің саяси жаңағы мүдделері бар, саяси интерес дейміз ғой. Одан бөлек жаңағыдай әртүрлі қаржылай материалды жағынан да бір өздеріне алатын дүниелері бар. Түрік жамағаттары бар, одан бөлек әртүрлі сол жамағаттар кіріп жатты. Солардың бірі сіз айтқан салафизм. Осы діни аренада пайда болған жаңа бір ағымдардың бірі салафизм болды. Қазақстанға таухид 90-шы жылдары келді деген әңгіме содан басталады негізінде.
таза таухид жаңағыдай кейбір адамдар азаматтар айтып жатады ғой Қазақстанның ең бақытты кезеңі ол 90-шы жылдар деп. Иә. Неге десеңіз ол уақыт Қазақстанға таза таухид келді дейді да. Енді ол өте ауыр сөз былай қарасаңыз. Өйткені таухид деген сөз Аллаға бір Құдайға сыйыну деген сөз ғой. Оған дейін қазақ халқы. Иә, оған дейін қазақ халқы бір Құдайға сыйынбаған деген сөз өте ауыр сөз. Енді осы салафизм тарихы жайында айтатын болсақ, жалпы салафизм қайдан шықты дейсіз ғой? Жалпы салафизм енді бұл салафизмнің аты аталған кезде Ибн Таймия аталады. Дегенмен де негізгі жалпы осы салафизмнің, ваххабизмнің негізін қалаушы ретінде Мұхаммед ибн Абдул Вахаб деген тұлғамен танылады негізі бұл нәрсе. Ол 1703 жылы, 1792 жылдар аралығында өмір сүрген, 18 ғасырда, милади жыл санауымен бойынша, хижри жыл санау бойынша 1200, яғни 13 ғасыр. Енді Ибн Абдул Вахаб дағуатын ан-Надждия деп айтады. Нежд қаласы дейді. Нежд деген қазіргі Сауд Арабиясының батыс бөлігі. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде я Аллахтың елшісі біздің жаңағы Йеменге дұға тіледі, Шамға дұға тіле дейді. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи Шамға дұға тілейді, Йеменге дұға тілейді. Сонда біздің Нәждке дұға тілеші деп бір адам айтқан кезде жоқ, Нәждтен шайтанның мүйізі шығады деді ғой. Міне сондай, енді бұл хадисті айтсаң басқаша түсіндіреді негізі. Ол жаңағы Нәжд деген кезде жалпылама мына жерде айтқан деген сияқты өздерінен енді стрелканы басқа жаққа қарай барады да, бұл бізге қатысты емес дегендей. Бірақ енді не болса да сондай хадис нақты айтылды, ол сахих хадис. Неждтен шайтанның мүйізі шығады деді. Енді сол Неждтен, бұл енді Осман империясының дәуірі, 18 ғасыр. Осман әулетінің билеп тұрған дәуірі. Жалпы Мекке мен Мәдина қасиетті екі қала, қос қала, Осман әулетіне қарап тұрған кез. Сол кезде бір жағынан жаңағы арабтардан ұлтшылдығы бар, панарабизм деген идея бар. Бір жағынан ағылшындықтардың жаңағыдай енді оппоненттері ғой, саяси оппоненттері. Ол кезде Осман империясын құлату да оңай емес, сондықтан да бір саяси құрал ретінде дінді пайдаланады. Осман империясы дегенде де империя деген сөзді енді көбісі жақтырмай жатуы да мүмкін, сол үшін енді Осман әулеті деп айтайық. Осман әулетінің сол билік заманында ол енді идеологиялық жағынан Ханафи мазхабы, Матурidi ақидасы екендігі белгілі, оны ешкім оспорить етпейді, негізінде ол нақты шегеленген нәрсе. Сол кезде оған жаңағы оппонент ретінде осы батыс Сауд Арабиясының қазіргі батыс бөлігінде, енді қазіргі Сауд Арабия, ол кезде енді араб өлкесі, Хиджаз өлкесінің батыс бөлігінде жаңағы Сауд тайпасының көсемдерінің қолдауына осы Мұхаммед ибн Абдул Вахаб атты есімді тұлға іліге бастайды. Назарға іліге бастайды. Оның идеологиясы бойынша енді жаңағы Ад-Дуруру Сания деген кітап бар. Нежд қаласының, былайша айтқанда, сол Нежд қаласында өмір сүрген ғалымдардың пәтуалары жинақталған Ад-Дуруру Сания деген кітап бар. Сонда сол Мұхаммед ибн Абдул Вахабтың сөздері келеді әртүрлі. Сонда былай деп айтады: жалпы қазіргі уақытымызда, жаңағы сол 18 ғасырда айтып жатыр, біздің батыс елдермен жалпы батыста, шығыста таухид мүлдем жойылды дейді. Тек қана жаңағы ғураба дейді ғой, бір азшылық қана сол таухидты ұстанып қалды дейді. Барлығы. Тіпті кейбір сөздерінде мен осы уақытқа дейін ла илаха иллалла деген сөздің мағынасын түсінбей келген екен дейді. Даже сондай сөздер дейді. Яғни менді ғана осы сөздің мағынасын түсінді. Менің ұстаздарым бұл сөздің мағынасын түсінбеген еді деп айтады. Сондай сөздер бастап, былайша айтқанда, сол өзінің дәуірінен бастап таза таухидты насихаттау қажет. Былайша айтқанда, осы қазіргі уақытымызға дейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келе жатқан жол бұзылып кетті деген пікірлер айта бастайды. Енді оны қолдау табады жаңа Сауд Арабиясы тайпасынан. Ол енді бірінші кезекте Осман империясының имамдарына, Осман империясының жалпы идеологиясына қарсы бағытталады. Олардың жаңағы призыв дейді ғой, дағуаты қарсы бағытталады сол нәрсеге. Бір жағынан ол саяси тұрғысынан ағылшындарда енді барлығын көріп бақылап отыр, өздерінің жаңағы тыңшылары бар, нелері бар. Соны байқағаннан кейін сол бір жағынан қолдау табады саяси тұрғысынан. Поддержка дейді ғой, қаржыландыру. Енді ол нақты тарихи факт
не екенін қарайтын болсақ, Осман империясының құлауына әсер еткен осы шайқастар, Сауд Арабиясының билікке келуіне қарайтын болсақ, нақты ағылшындардың қолдауы бар екендігі 100% нақты факт, былайша айтқанда тарихи факт. Көтеріліске көтеріліске жаңағы қаржылай көмек көрсеткен, қару-жарақ жағынан көмек көрсеткен. Енді уәде берген, жаңағыдай барлық арабтарға ортақ бір мемлекет жасап береміз деген ол уәдесінде бірақ тұрған жоқ, білесіз оны. Франция бар, Англия бар, басқа елдер бар, өзіне сызғыш сызып жаңағы картасын бөліп алған. Қазір картасына қарасақ та көрініп тұрады ғой, мысалы сызғышпен сызғандар. Египеттің мысалы Сауд Арабиясының территориясына қарайтын болсақ, ровно бар ғой. ровно түзу сызықпен бөліп алған да. Енді осылай бастау болады жалпы. Кейіннен Мұхаммед ибн Абдул-Вахабтың негізгі призывы, жаңағы таухид деп айтады, 3 негіз деген кітап жазады. 3 негіз деген кітапты оқитын болсаңыз, Құран аяттары жинақталған, хадистер жинақталған, бірақ ол жердегі негізгі мақсат мұсылмандардың былайша айтқанда санын азайтып, тек қана мына бағытты ғана ұстану үшін, мұсылман болу үшін условиялар қойып былайша айтқанда. Мысалы, калима шахаданың қандай шарттары бар десең, біз ондай шарт деген нәрсені оқымайсың ғой. Кімде-кім ла иляха иллаллахты айтса, дахалал жанна деп келеді хадисте. Ла иляха иллаллахты айтты ма, ол жәннатқа кіреді, ол мұсылман деп қарастырылады. Ал Мұхаммед ибн Абдул-Вахаб жоқ дейді, олай емес дейді, оған 7 шарт бар дейді. 7 шарт қойып дейді. Амал жасауды да кіргізіп жібереді. Сондықтан да ол жерде мұсылмандардың санын осылай азайту арқылы, былайша айтқанда негізі ол тарихта бұрын тек қана Мұхаммед ибн Абдул-Вахабтың емес, басқа да кездерінде де жалпы басқа діндерді алайтын болсақ та, қандай да бір мемлекетке соғыс ашу үшін дінді құрал ретінде пайдалану деген нәрсе бар, үрдіс бар. Жалпы бұл практика бар. Практикада жүрген нәрсе. Оны мысалы безбожник деп айтады өзінің қарсыластарын, христиандарға қарайтын болсақ. Жаңағы ерес деген сияқты сондай терминдер қолданады. Енді мысалы сол енді Мұхаммед ибн Абдул-Вахабқа келетін болсақ, ол өздерінің сол қарсыластарын кафир деп айтады, мушрик деп айтады. Тіпті мынандай сөз айтады, мушрик фи заманина дейді, біздің уақытымыздағы мушрик дейді, жаңағы өздерінің сол мушрик дейді, Мекке мушриктерінен де хуже дейді, солардан да жаман деп айтады. Сондай ауыр сөздер айтқан Осман империясындағы. Енді ол кезде білесіз, сопылықтың шыңына жеткен дамыған заман ғой. Енді сопылық бізде дәстүрлі діни бағыт деген кезде сопылық айтылатын міндетті түрде. Қазақ даласында да ислам діні келген кезде сопылық бағыттары арқылы келген сияқты. Ол кезде де Осман әулеті билігі кезінде де сопылық мектептер болды. Абдул-Қадир әл-Жайлани сияқты мықты сопы ғалымдар болды. Енді солардың көбінесе соларға қарсы бағытталады. Олардың идеясы соларға қарсы бағытталады, соларды жаңағы тақтан тайдыру арқылы, солардың ықпалының, халыққа деген ықпалын әсер ету арқылы оларға былайша айтқанда қасиетті соғыс дейді ғой, былайша айтқанда жихад жариялайды Осман әулетіне қарсы. Міне осылайша олар кейіннен билікке жетеді, сөйтіп олардың былайша айтқанда дағуаты дейікші, призыв дейді ғой, басқа әлемдегі елдерге де тарайды, бізге Қазақстанға ол дағуат сол 90-шы жылдарда тәуелсіз алғаннан кейін, шамамен 2000 жылдарға дейін, тіпті 2000 жылдар өткен терактілер басталып кетті ғой. Оған дейін басталып кеткен, 90-шы жылдар басталып кеткен деп айтуға болады. Жалпы осылай, енді қысқаша тарихымен айтатын болсақ, қарапайым халыққа түсінікті болып осылай. Енді мына салафиттік бағыт ұстанушылардың жалпы азаматтарды қарап сөйлесетін болсақ, мысалға әуелгі уақытта бұл кісілер барлығы бір ұстанымда, бір идеологияда болды десек болады, жалпы біздің елімізде. Кейін бірақ уақыт өте келе араларында мысалға бір топ, екінші бір топты жаңағыдай ихуан деп атайды, такфирилер деп атайды. Мына топ, мына жақты қарайтын болсақ, муржиялар дейді. Жаңағыдай неше түрлі осындай бір-бірлерінің лақап тағып, күнімізде осы салафиттік бағытта ұстанатын азаматтар бірін-бірі осылай бөлінушіліктерді байқалуда. Жалпы осы салафиттердің бөлінуі жайында қысқаша айтып кетсеңіз. Жақсы. Енді басында басталған сол бір бағытпен басталған бір Мұхаммед ибн Абдул-Вахабтың жаңағы идеологиясымен басталған бұл ағым кейіннен бөлінеді арасымен деп. Оның бөлінуі де ұзақ болған жоқ, негізі салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, Мұхаммед ибн Абдул-Вахабтың идеологиясы Сауд Арабиясы билікке келгеннен кейін осы 20 ғасырда ақш-тың Сауд Арабиясына әскерін кіргізумен орын алады. Яғни саяси себеп болады оның бөлінуіне.
сол кездегі қателеспесем Иракқа қарсы жаңағы Саддам Хусейн, Саддам Хусейнге қарсы военный операция дейді ғой, қазақша қалай айтсам деп тұрмын. Әскери бір операция жасайды ғой ақш. Сол кезде Сауд Арабиясының территориясына штаб құрғысы келеді, военный база құрғысы келеді. Ашқанда әскери сол жерде не құрғысы келеді, өздерінің жаңағы бір центрін дей ма, орталығын құрғысы келеді. Сол кезде халық арасында шу пайда болады, енді қалай ол мұсылмандарға қарсы кәпірлерден жәрдем сұрау қалай болады екен ол деген сияқты. Мемлекеттік деңгейде көтеріледі, ол кәдімгідей шу болады, СМИ да кетеді ол нәрсе. Сол кезде енді ол кезде патша ғой, енді жаңағы патша Саудияның королі қалай айтады, солай болады дегенде. Сол кезде сондай әңгіме айтып жатқан кезде халық арасы екіге бөлінеді. Біреуі жаңағыдай біз қандай бұйрық болса да біз патшаға бағынуымыз қажет. Тоғатул әмір дейді ғой. Жалпы басшыға бағыну міндетті дейді Алла тағаланың бізге бұйрығы. Басшыға бағыну, Аллаға бойысыну, пайғамбарға бойысыну дегендей. Екінші топ айтады, жоқ дейді, бұл нәрсе патша егерде Құран мен сүннеттен қайшы шығатын болса, қайшы үкім шығаратын болса, онда басшыға біз бағынбаймыз. Бұл нәрседе енді именно сол іске қатысты қарсы шыға бастайды. Сол екі топ, осындай екі позицияның себебімен екі түрлі сәләфизмнің екі бағыты қалыптасады. Екі түрлі позиция, яғни осы бір оқиғаның себебімен екі түрлі позиция шығады. Енді біріншісі Мұхаммед ибн Сурурдың атымен байланысты. Мұхаммед ибн Сурур деген өзі негізі Ихуанул Муслимин деген саяси топ болған, сәләфизмнің ішіндегі саяси топ. Жаңағы мұсылмандар бауырластығы, мұсылман бауырлар деген мағынаны білдіреді. Олар Мысырда бастау алған, Мысырда билікке таласқан, сондай көптеген саяси процестерге атсалысқан сондай бір топ ол. Олардың негізгі мақсаты шариғатпен, былайша исламдағы негізгі болған Құран мен сүннетпен басқаратын мемлекет құру. Сәләфизмді мемлекеттік идеологияға көтеріп, сондай бір мемлекет құрғысы келеді. Сол нәрсені көздейді. Көп елдерде олар революцияға шақырды, Ихуанул Муслимин. Енді Саудияда ол нәрсе қолдау тапқан жоқ әрине. Саудияда отқан өз билік бар. Оларға басқа оппозиционный билік керек емес, былайша айтқанда, ол жау болып есептеледі олар үшін. Сондықтан да ол нәрсе бірден негативный оттенок алды. Негативный оттенок дегенде жағымсыз идея ретінде қарастырылды. Оларға қарсы уже жаңағыдай Саудия өзінің нелерін қолдана бастады, әскери күштерін қолдана бастады. Сондай кезең болды. Сол кезде ең алғашқы Мұхаммед Аман әл-Джами деген тұлғаның есімімен байланысты. Ол жалпы ол кісі осы сол жаңағыдай екі түрлі позицияда едік қой. Сол кезде ол патшаның жағында болды. Патшаның дұрыс не болса да патшаға бағыну қажет деп еңбектер жаза бастайды. Ал енді білесіз, сол кезде Саудияда әртүрлі ғалымдар бар ғой, енді өзара жеке дара башқада ешкімге бағынбайды ол жақта ғалымдар. Сыни пікір айтып жатқандар да бар, патшаға сын айтып жатқандар да бар. Міне Мұхаммед Аман әл-Джами деген кісі сол патшаға сын айтқан ғалымдардың өзіне сын айта бастайды. Оны жарық деп айтады, қазір оның артынан да тоқталып жатамыз. Жарық деген яғни сын айту деп айтады. Сөйтіп әр ғалымдарға әр қайсысына сын айта бастайды. Бұл мынанікі дұрыс емес, мынау сын айтып жатыр ма, оның басқа бір кемшілігін тауып береді. Ол мына жерде қателігі бар, оны да тыңдамаңдар деген сияқты әртүрлі әңгімелер айта бастайды. Сөйтіп ол сол тұлғаны қолдаған топты әл-Джамия деп айтып кетеді. Джамия, яғни джамиттер деген сияқты, джамидің артынан ерушілер деген мағынада. Кейіннен оның жұмысын Рабиғ әл-Мадхали деген тұлға жалғастырады. Оларды кейіннен сөйтіп Мадхалиттер деп, соның атауымен Мадхалиттер деп айтып кетеді. Рабиғ әл-Мадхали жалпы осы басшыға бағынуға қатысты ол еңбектер жаза бастайды. Ол жаңағыдай тек қана басқа ғалымдарды сынмен ғана тоқтамайды, патшаға қарсы сөйлеген ғалымдарға сын айтумен ғана тоқтамайды, өз алдында бір еңбектер жаза бастайды. Дәлелдермен, Құран мен сүннеттен басшыға бойысыну жайында, тоғатул әмір жайында хадистерді жинақтап еңбектер шығара бастайды. Жаңағыдай сапалы. Оған өздерінше жаңағы сәләф деген алдыңғы буынның, яғни сахабалардың, табиғиндерден дәлелдер келтіреді. Сөйтіп жаңағыдай ахлу сүнна деген ұғым бар ғой жалпы. Сүннет иелері деген сияқты. Яғни 73 топ болады, соның жаңағы Наджих
жетістікке жететін, алла тағаланың рахметіне солар бөлінетін, ол ахлу сүнна уал жамаға топ деген пайғамбар сипаттаған. Яғни кім деген кезде сүннетпен және де жамағатпен бірге болатын топ. Соның ішінде тура жолда деп айтқан. 73 топ адасады, 72-сі адасады, 73 біреуі ғана жәннатта деген кезде сол топты сипаттап кеткен. Міне Рабиғ аль-Мадхали сол топты жаңағы сол топқа кірудің шарттарын қоя бастайды. Мына мәнхаж деген жол деген сөз, яғни мына жолды ұстануға қажетсің. Сол кезде ғана сен тура жолда боласың. Мынаны тыңдамауға жетсің. Егер де қандай да бір жаңағы өз алдына бір шейх деп айтады, соны шейхтің қателігін көрсе, оны сол неден шығарып тастайды. Сол жол аясындағы адамдардың былайша айтқанда өрісін тарылта берген сол кезінде. Сөйтіп оларды мадхалиттер деп атап кеткен. Енді оларға қарсы суруриттер деп айтады, ихуандар деп айтады. Жаңағы негізі ол қозғалыстың ресми атауы бар, ас-сахва деп атқан. Сахва, движение сахва деп айтады, сахва қозғалысы. Ол да енді сырттан қаржыландырған деп айтады ол топты. Олар жаңағы Мұхаммед ибн Сурурдан бастап, оның кейінгілер ат-тарифи деген шейхтар болған. Күніміздегі. Одан бөлек жаңағы Айдал Қарни деген, Негрусти деген Лә-Тахсан деген кітабы бар, қазір тарап жүрген. Енді ол кітапты тыйым салынған еш нәрсесі жоқ, бірақ енді дегенмен автордың проблемасы. Автордың сондай сахва деген қозғалысқа қатысы болған. Тікелей былайша айтқанда алда бастапқы қатарда жүргендердің біреуі ғой. Олар көбінесе сол мадхалиттердің қарсыластары ретінде танылған оппоненттері ғой. Олар жаңағыдай негізі көбінесе патшаға жаңағы сын айтуымен сондаймен ерекшеленген. Олардың кемшілігін айтқан. Енді олардың көбісін Сауд Арабиясы билігі тарапынан қудалауға ұшыраған, кейбіреулері түрмеге отырғызған. Түрмеге отырмаса да бір олардың да жаңағы бір домашний арест дейді ғой. Үй қамақ деген, үй қамаққа отырғызған, сөйтіп оларға барынша шектеу қоюға тырысқан. Міне осылайша екі қозғалыс осылай күнімізде бізге Қазақстанға да ол нәрсе әсер етпей қоймайды, білесіз, әлемде болып жатқан діни жағдай міндетті түрде Қазақстанға да әсер етеді. Сөйтіп бұл екі қозғалыстың екі жақтың өкілі де бізге Қазақстанға кіреді. Тәуелсіздік алған жылдары мадхализм де кіреді бізге, сосын мадхализм емес бағыттар деп айтамыз енді. Өйткені оларды нақты бір не үшін олай айтамыз десек, мадхалиттердің нақты өздерінің бір принциптары бар. Ал жаңағы олардың оппоненттері ас-сахвада ол көбінесе ондай бір принцип болған жоқ. Олар керек болса, мысалы Айдал Қарни деген кісі бар ғой, енді олар білесіз, салафиттер негізі біздің бағыт жаңағы Орта Азияда тараған матурidi ақидасын, одан бұрын тараған ашари ақидасын көбінесе сынға алады, адасқан деп айтады. Мысалы оларды мүлдем ахлу сүннаға жатқызбайды, тура жол деген жолға жатқызбайды. Олар принциптері нақты. Мысалы мұсылмандар бірігуіміз керек деген мысалы Құран аяттарында мысалы Алланың тағаланың бір жібіне жармасыңдар, бөлінбеңдер деген мысалы аяттарға қатысты былай деп түсіндірме береді. Нақты біздің мәнхажға ғана бірігуіміз керек, біз болды. Ол матуридимен, ашаритпен ешқашан біз бірікпейміз дейді. Ханафиттермен жаңағы осы біздің басқа олардың салафизмнің нақты өздерінің бағыттарына сай келмесе бірікпейміз деген әңгіме бар да. Ал енді жаңағы біз ас-сахва дедік қой, оларда ондай принцип жоқ мүлдем. Айдал Қарнидің өз сөзінде айтады, ашари мен матуридидің өзінің ахлу сүннаға кіріп жүрген керек болса, мысалы өзінің жаңағы нақты өзінің айтқан сөздерінде ахлу сүнна мектептері үшеу деп айтады. Ашари, матуриди және өздері ахлул хадис деп енді өздері қоспаса болмайды ғой, өздері қалай. Сол үшін сөйтіп сондай ерекшелігі бар. Негізі ихуанул муслиминде де сондай принцип болған. Ихуанул муслимин деген жаңағы біз топты айтып кеттік қой, саяси топ деп. Оларда да сондай бір нақты принцип жоқ. Жаңағы біз тек қана өзіміздің діни көзқарастағылармен ғана жүруіміз қажет. Жоқ, проблема жоқ. Егер де идеямызға қосылатын болса, онда біз олармен де бірігуімізге болады деген сияқты сөз айтады. Мысалы, мынандай бір жағдай, талибандар билікке келді ғой Ауғанстанда, осы жақында. Сол кезде солардың билікке келгеніне қуанғандардың бірлігі, сүйіншілегендердің бірлігі Абдулла Кастекский деген осы мадхалиттік емес бағыттағы салафизм өкілі қуанды. Аллаху акбар деді, риза болды кәдімгідей. Өйткені ол қарап тұрған жоқ, ол ханафи, матурidi деп қарап тұрған жоқ. Ол шариғатпен басқарылатын мемлекет дүниеге келді деп соған. Халифат деген түсінік қой, соған риза болып отыр да. Сол сияқты бұл жерден түсінетіндігіміз мадхалиттік емес бағыттар деп айтқанымыз, оның ішінде принциптер жоқ. Олар уағызшыларды қарамайды, тыңдай беруі мүмкін, имамдарды да тыңдай беруі мүмкін.
бәрі мен жаңағы таблиғи жамағатты бауырым деп айтуым мүмкін деген сияқты. бірақ ешқашан матхалиттік жамағат таблиғты немесе ханафи матурidi айтпайды. Бір отырыста да отырмауға тырысады. Тіпті матхалиттерде сондай принциптер өте көп. Сол жалпы енді бұл жерде көп нәрсе уже біз теологтардың несіне кіріп кетіп жатырмыз. Теологтардың жұмысына қатысты енді нақты кейбір нәрселерді қарапайым адамдар түсінбей де қалуы мүмкін. Енді барынша бірақ түсінікті тілмен айтып жатырмыз, бірақ енді қиындау болуы мүмкін деген ғой бұл кейбір тақырып. Жалпы ихуандар демекші, бір жақында бір еңбек оқығам орыс тілінде. Сол жерде жалпы ихуандардың алғашқы пайда болуы, жаңа айтып жатыр ғой, ихуан муслимин деп, мұсылман бауырлар деп. Соны оқып отырсам, негізі мына жаңа сіз айттыңыз ғой, Осман империясының барлығын астында болды. Кейін осы көтерілістердің салдарынан жалпы Осман империясы құлағаннан кейін барлық араб мемлекеті 22 араб лигасы дейді ғой, жаңа барлығы бөлек жеке дара бөлініп кеткеннен кейін жаңа Сауд Арабиясында ағылшындықтар мұнай тапты дейді. Мұнай тапты, енді сол мұнайды жаңағы не істеу үшін, бұрғылап шығару үшін ағылшындықтар және Сауд билігі мына бедуин дейміз ғой, бәдәуи арабтарды жинайды екен. Бәдәуи арабтарды жинап, мұнайды шығару мақсатында сондай бір жаңағыдай не дейміз ғой, жігерлендіру мақсатында сондай бір топ секілді өздеріне атау беріп, ихуан мән ата алла деп сондай немен бедуиндердің барлығын басын біріктірген дейді. Жаңа Аллаға бағынған бауырлар деп осылай біріктіреді. Кейін мұнайдың барлығын уже игергеннен кейін істегеннен кейін жаңағы бедуиндердің барлығын қайтарып жібереді дейді. Айып пұлдарын, ақшаларын бермей. Осы наразы топ бірнеше рет Сауд несіне патшалығына қарсы шығып, кейін бірақ осы топты ығыстырған дейді. Сауд несі ығыстырып Египетке қарай жіберген дейді. Сол Египеттен жаңағы наразы топ осылай саясиге айналып, мысалы Египетте жаңағы Хасан әл-Банна дейміз ғой, негізін қалаушы ихуан муслимун, жаңа мұсылман бауырлардың Египеттегі негізін қалаушы. Одан кейін Сайд Құтб өзінің жаңағы таухид хакимия деген нелерін қосады. Жаңағы кімде-кім шариғатпен басқармаса елді кәпір, ол мемлекетке қарсы шығуға болады деген секілді осындай нелермен бастау алады дейді. Ал енді жалпы енді өзіңіз жаңа айтып жатырсыз ғой, осы матхалиттік бағыттың негізін қалаушы, негізгі лидерлерін айтып кеттіңіз. Соның ішіндегі былайынша айтқан кезде негізін қалаушы жаңағы өзіңіз айттыңыз ғой, Мұхаммад Аман әл-Джами дедіңіз. Бірақ негізгі матхализмнің негізін қалаушы, былайынша айтқан кезде бағытты дамытушы ретінде тарихта Рабия ибн Хади әл-Матхалиді айтады. Енді күнімізде Рабия ибн Хади әл-Матхалиді енді өзара айтып жатады олар. Ибн Баз айтты дейді, жаңағы Ливаул жарх ва таъдил, жарх және таъдил ілімінің жаңағы жалауы, немесе жаңағы руаятун деп келеді, жаңағы қолбасшысы деген секілді осындай бір ғалымдар тарапынан берілген нелер бар. Атаулар, лақаптар. Енді жалпы жарх ва таъдил деген ілімге тоқталып кетсеңіз. Енді жарх ва таъдил деген ілім жалпы енді арамызда ислам танушылары, көрермендері болса түсінеді. Хадис ілімі деген бар мысалы бізде, Құран ілімі бар, хадис ілімі бар. Хадис ілімінде екі нәрсе бар, иснат бар, біреу мәтін бар. Сол үстінде иснат дегеніміз тізбек, яғни хадисті жеткізген ғалымдар. Ол бастапқыда пайғамбар саллаллаху алейхи бір хадисті айтады, оны сахабалар естиді, оны табиғин жеткізеді, оны атбаға табиғин сөйтіп әрбір тізбектегі адамдардың кімдер екендігін зерттеу. Қандай адам, сенімді адам ба, сенімсіз ба деген сияқты сондай зерттейтін ілім бар. Енді хадис ол ауыздан ауызға тарағаннан кейін көп жағдайда ол жердегі тізбектегі адамдарға қатысты жазбаша болса да зерттейді. Жаңағы егер ауызша жетсе де сол тізбегіндегі хадисті жеткізген адамдарды зерттейтін ғылым бар. Айлму ар-риджал деп аталады негізінде ол ілім. Сол ілімде жарх ва таъдил деген ұғым бар. Яғни сол жеткізуші тізбектегі адамға қатысты сын айту, немесе оны әділдікке шығару. Таъдил яғни әділ деп шығару деген сияқты. Немесе сын айту. Егер ол жерде сын деген оны жамандау нету емес, просто
оның қателіктерін баяндау. иә, қателіктерін баяндау. Егер де оны жаттау қабілетінде әлсіздік болатын болса, ол хадис әлсіз болады деген сияқты. Немесе ол егер ол хадис жазбаша жеткен болса, оның ұқыптылық сипаттарына қатысты жаңағы ол жазбасын дұрыс сақтамайды, сондай бір жаңағыдай ұқыпсыздығы болатын болса, ол да әлсіз болып есептеліп кетеді. Сол сияқты ол сондай ілімде жарх ва тағдил деген сондай ұғым болған. Және де енді ол жерде де иштихат бар, бәрібір иштихат дегеніміз, яғни ғалымның өзінің көзқарасы бар. Бухари мысалы бір тізбектегі адамдарды сенді деп білуі мүмкін. Бірақ имам Муслим мысалы басқа хадис ғалымы оны әлсіз деп білуі мүмкін деген сияқты. Әркім өзінің иштихатына, өзінің көзқарасына, ғылыми көзқарасына қарай солай шешім қабылдайтын болған. Енді бұл нәрсе негізі хадиске қатысты ілім. Бұл хадиске қатысты сондай пайда болған ілім. Ол да қалай пайда болды дейтін болсақ, жалпы білесіз, сахабалардың кезінде сахабалардың өздерінде айтатын сөзі бар. Кімде-кім біздің заманымызда алла елшісі айтқан сөз деп бір сөз айтатын болса, біз бірден жаңағыдай кеудемізді дұрыстап, сондай бір құрмет танытып тыңдайтын едік дейді. Ал кейіннен табиғиндердің кезеңінде әртүрлі жаңағы діни топтардың, саяси діни топтардың, басқа да діни топтардың тарауымен өтірік жалған хадистер де тарай бастайды халықтың арасында. Хадиске деген сенімсіздік пайда бола бастайды. Біреу хадис деп айтып жатса, біреу пайғамбардың сөзін деп айтып жатса, күмән пайда бола бастайды адамдардың жүрегінде. Ол нақты хадис па, хадис емес пе? Өйткені жалған хадистер де тарап жатыр. Сол үшін осы ілімнің мақсаты жалпы хадис іліміндегі осы иснатты, тізбекті зерттеу, кім айтқанын зерттеу. Жалпы Құранда да аят бар ғой, егер де сендерге бір қандай да бір хабар жететін болса, фатабайяну, яғни оның анық қанығына жетіңдер, оны кім айтып жатыр, рас өтірігін анықтаңдар деген Құранда аят бар. Сол аятқа бір жағынан амал ету мақсатында осы бір хабар жетіп жатса, бір қандай да бір пайғамбардың сөзі деп айтып жатса, біреу оны зерттейтін болған, оны кім айтты саған, ол адамға кім айтты деп соның тізбегін зерттеу деген сияқты ілім пайда болған. Енді жарх тағдил деген ілім осы екен. Хадистің тізбегіндегі адамдар зерттеу. Керек кезінде оны сын айту, оны жаңағыдай кемшілік тұстары болатын болса, кемшіліктерін айту деген сияқты. Енді ғалымдардың да айтқан сөзі бар. Білімді жалпы кімнен алып жатқанына қара, қандай ғалымдардан алып жатқанына қара деген сияқты. Оған қатысты мақтау сөздер болатын болса, осы бұл хадис іліміне қатысты сөз енді. Тіпті мысалы имам Бухаридің жаңағыдай оқиғасы бар ғой. Бір адамға барып хадис алуға келеді. Сөйтсе ол адам жаңағыдай қазір өзім шаруамды жасап алайын дейді, жаңағыдай есегін деп айтады ғой, есегін жаңағыдай алдап тұрады. Бір бос шелекпен жаңағыдай шақырып, бос ыдыспен өзіне жаңағыдай шақырып, киімін деп айтады енді. Жаңағы жеммен алдап өзіне қарай шақырғысы келіп тұрады. Бірақ ана жерде жем жоқ негізінде. Сонда жаңағы Бухари айтады ғой, бұл есегін алдайтын адам, бұдан хадис алу сенімді емес деп өзі кетіп қалады, жаңағы хадис алмай. Сол сияқты былайша айтқанда ол ғалымдар хадис алған кезде хадисті кімнен алып жатқанына қарайтын болған. Ол қаншалықты, қандай адам, өзі тақуалығы қандай, өтірік алдамай ма деген сияқты қатты қарайтын болған осы нәрсеге. Тіпті келеді жаңағыдай кейбір хадистанушылар бір адамды көріп қалады, хадис алам деп отырған кезде ол адам жаңағыдай құбылаға қарап, оң жағына қарап түкіріп жүреді дейді. Соны көріп қалғаннан кейін хадис алуға ойланып қалатын болғанда, енді қаншалықты хадис алуға болады бұл адамнан. Сенімділікке қатты қарайтын болған. Қаншалықты сенімді ол деген сияқты қатты мән беретін болған. Міне осы нәрсе кейіннен осы матхализм өкілдері тарапынан да осы нәрсе қолға алынады. Бірақ оның мақсаты шамалы өзгереді. Ол жерде хадис емес, жалпы адамға қатысты, жалпы білім алуға қатысты деп келеді. Енді ғалымдарға қатысты басталады ғой бұл нәрсе. Бірақ кейіннен уже қарапайым халыққа да қолданылып кетеді бұл нәрсе. Бидағатилермен араласпау, бидағат дегеніміз яғни дінге енгізілген жаңалық қой. Сонда енді өздеріне жаңағыдай кемесе, діни ұстанымдардан кемесе, оны бидағат иесі деп атап кеткен. Енді бұл жерде такфир жамағаттар бар ғой, мысалы кәпірге шығарып жіберетін бірден. Бұлар өзімізше барынша такфирден қашамыз дейді, бірақ оның такфирдің орнына табдиқ деген ұғымды қойып тастаған. Табдиқ дегеніміз бидағатқа шығару. Бидағатпен айыптау. Былайша айтқанда, бұл адам дінге жаңалық енгізуші, ол адамды бағыты дұрыс емес, адасқан. Біз онымен араласпауымыз қажет, бір дастарханда отырмауымыз қажет, оны жақсы көрмеуіміз қажет деген сияқты, оны бауыр санамауымыз қажет деген ұғымдар бар. Бұл нәрсеге жаңағыдай, бұл ұғымды жаңағыдай қатты ұстанады олар. Қатты ұстанады, осы нәрсеге қатты мән береді. Сөйтіп біздің елімізде де бұл нәрсе өкінішке орай кейін көп тарап кетті. Сөйтіп
бүлік пайда бола бастады, дінаралық алауыздық туындай бастады, осылай орын алып кетеді. Яғни жарық тағдил деген нәрсе негізінде бастапқыда хадис іліміне қатысты нәрсе еді, ол хадиске қатысты нәрсе болған, бірақ өкінішке орай ол артынан бастап өздерінің мақсаттарына пайдалана бастады. Сөйтіп кейіннен бара келе дінаралық алауыздық тудыратындай жағдайға өкінішке орай кетіп қалды. Яғни қарап тұрсақ, туған бауырлар бір-бірімен араласпай кетті, осындай жарық тағдил жасап бір-бірлеріне әл-уәля уәл-бара жасап. Сөйтіп бір-бірлерін жаңағы бидағатпен айыптап, мүлдем жаңағы бет көріспей кеткен бауырлар бар. Бір қарасаңыз ұлты бір, діні бір, бірақ бағыты екі түрлі болып тұр да, солай өкінішке орай осындай жағдайлар болып жатыр. Енді жалпы айтып жатыр ғой жаңағы жарх ва тағдил ілімі деп. Енді негізі ғалымдарымыздың ұстанымы бойынша енді күніміздегі емес, әрине сол замандағы ғалымдардың берген пікірлері нелер бар ғой, Ибн Хаджар Асқалани дейді ғой, Шафи мазхабының үлкен ғалымы, Амирул Муъминин фил хадис, жаңағы мұсылмандардың әміршісі, хадис іліміндегі мұсылмандардың әміршісі аталған Ибн Хаджар Асқалани мен бітті деп айтады. Жарх ва тағдил ілімі сонымен бітті дейді. Бірақ күнімізде өкінішке орай бұл ілімді негізі біз пайда аламыз. Күнімізде бұл кітаптар, бұл еңбек, бұл жалпы ғылымнан пайда аламыз. Бұны біз көбінесе жаңағы бұрынғы өткен кітаптарда, яғни иснат ілімін, хадис саласына зерттеп, сол хадис саласын зерттеген кезде, иснат зерттеген кезде бұл қажет етеді. Бұл білесіз, илму риджал, сол кітаптарда қалды. Бірақ күнімізде бұл сол мұхаддистердің қойған классификациясы бойынша адамдарға салатын болсақ, біз осындай бір қауіпті қатерлерге жолығатынымыз бұл анық. Күнімізде бұл жай қарапайым қатардағы жай біз секілді адамдарға қолданылмайды, өкінішке орай. Бірақ дегенмен де мына топ өкілдері өздерінің осы күнімізде адамдардың арасында жарық жасайды. Жарық дегеніміз жаралау ғой, бізде жарақат таныту. Өкінішке орай осындай немен жарақат танытуда енді осы жерде жаңағы өздерінің сәләфиттік бағыттың өкілі шейх Солих Фаузан дейді ғой, сол кісіге жаңағы YouTube арнасында сұрақ қояды ғой, жарх ва тағдил ғылымының ғалымдарын кім деп айтасыз деп сұраған кезде шейх жауап береді да оған, мен Алланың атымен ант етейін, валлахи мен ешбір адамды білмеймін, күнімізде жарх ва тағдил ілімінің жаңа несі ғалымы деп ешкімді білмеймін дейді. Күнімізде бар шығар дейді, сондай бір нелер айтатын дейді. Бірақ олардың барлығы күнімізде қабірде дейді. Барлық жаңағы жарх ва тағдил ғылымының ғалымдары барлығы қабірде күнімізде. Дүниеден өтіп кетті дейді. Біз оларды қолданамыз, кітаптарда, мына иснат, риуаят хадис осы кезде қолданамыз дейді. Бірақ та күнімізде олардың барлығы қабірде дейді. Енді адамдардың арасында біреуді сөгу, біреудің нұқсандығын, қателіктерін айту, немесе кейбір адамдарды мақтау, мадақтау, бұл андай болған екен, мынау пәленше бүйтіп қойған екен, пәленше сөйтіп қойған екен деп айту, ол жарх ва тағдил ғылым емес, бұл өсек, ғиба уә намима дейді, ғайбат пен өсек қана дейді. Сол үшін жалпы жарх ва тағдил ілімі күнімізде адамдардың арасында қолданылмайды екен, ғалымдардың арасында да қолданылмайтындығын өздерінің өкілдері де айтып жатыр. Енді жалпы келесі мәселе, жалпы осы матхалиттік бағыт ұстанатын азаматтармен жалпы айтып жатыр ғой, өзгешеліктер турасында айтсаңыз, араларында өзгешеліктері бірікпейтін мәселелер айтып жатыр, сол такфир мәселесі, табдия мәселесі деген секілді. Сәләфиттік топтар арасында дейсіз ғой. Жалпы сәләфиттік бағыттарды бөлдік қой, матхалиттік бағыттар, матхалиттік емес бағыттар, бұдан бөлек такфирлік жамағаттар бар. Бұның барлығы өзара айырмашылықтары бар. Негізі тіпті сәләфиттер одан да көпке бөлініп кетті деп айтады. Өйткені матхализмнің өзі ішінен артынан білесіз, екіге бөлініп кетті. Артынан Рабиғ әл-Матхалидің жамағаты бөлек, Мұхаммед ибн Хадидің жамағаты бөлек деп, ол да екіге бөлініп кетті. Енді арасындағы айырмашылық негізі барлығының ортақ кітаптары бар. Ол Мұхаммед ибн Абдул-Вахабтың кітаптары. Үш негіз, 4 қағида, китабу таухид деген бар, кашфу шубахат бар. Ол кітаптардың барлығы шайхтары ортақ. Қазақстан аймағында тыйым салынған кітаптар, экстремистік деп танылған кітаптар. Матхалиттердің оқитын да кітаптары,
жаңағы сол такфирлердің оқитын да кітаптары, сол ИГИЛ дейді ғой, Даиш, олардың да сол идеологиялық кітаптары сол үш негіз болды. Абдул-Вахабтың кітабы болды. Қарап тұрсақ, ол барлығының оқитын кітаптары бір да негізінде. Енді айырмашылық неде дейтін болсақ, айырмашылық түсіндірмесінде. Әркім әртүрлі түсіндіреді. Матхалиттер кішкене байыпты жаққа қарай бұрғысы келеді. Кейбіреулер жаңағы такфириттер қалай бар солай түсінуіміз қажет деп, мысалы ол жерде соғыс деді ме, соғысуымыз қажет деген сияқты. Нақты такфирге көшіп кеткен. Яғни біз шариғатпен басқарылатын осындай бір билік құруымыз қажет. Таухид хакимия деп айтқанбыз ғой, жаңағы таухидты үшке бөлген кезде олар төртінші таухидтың шарттары ретінде үшеу деп айтатын болса, Мұхаммед ибн Абдул-Вахаб оған төртіншіні қосқан. Жаңағыдай төртінші таухид ол мемлекеттік билік, мемлекетті шариғатпен басқару қажет деп. Бұл өз кезегінде такфирлік жамағаттарға тән. Кезіндегі харижиттік топтар болды ғой, пайғамбар саллаллаху алейхи өзі ескертіп кеткен. Али радиаллаху анху кезінде ля хукма илля лилля деп ұрандатқан, яғни алладан басқа үкім ешкім айтуға хақысы жоқ деп, Алидің өзіне олар такфир жасап тастаған. Мысалы, Алидің өзін, Али радиаллаху анхудың өзін кәпірге шығарып жүрген топтар болған. Енді олардың қасында қазіргі такфир жамағаттары да енді сұмдық такфирлер жасап жатыр ғой, бүкіл әлемге такфир жасап, бәрін кәпірге шығарып. Енді матхалиттік топтар енді барынша такфир жасамаймыз деп айтуға тырысады. Барынша үзір береміз деп айтады, яғни білместікпен үзір береміз, озыр бил жахил деп айтады ғой. Білмейтін адам ол жаңағыдай білместікпен айтып қою мүмкін бір сөзді деген сияқты, барынша оған үзір береміз. Намаз оқымайтын адамға қатысты, мысалы, намаз оқымайтын адамды кәпірге шығару деген мәселе бар, өздері сәләфиттердің арасында дау-дамайға ұшыраған. Жалпылама негізі сәләфиттік бағытта намаз оқымайтын адамды кәпір деп айтады негізінде. Жалпылама көзқарастары сондай. Бірақ ол үкімді нақты бір адамдарға қатысты бекіту, қолдануға қатысты келетін болсақ, ол жерде уже әртүрлі көзқарас еді. Мысалы, бір такфирлік топтар қарамайды, ешкімге қарамайды, барлығы намаз оқымаса болды, кәпір деп шығады. Ал жаңағы матхалиттік топтар намаз оқымау жалпы күпірлік болып есептеледі, бірақ нақты бір адамдарға қатысты айтатын болсақ, жаңағыдай оның бір үзірі болуы мүмкін, оның жағдайы басқаша болуы мүмкін, насихат қыламыз, жаңағы бірден кәпірге шығармаймыз дегендей айтады. Бірақ жалпылама ол намаз оқымайтын кәпір деген пәтуа оларда бар. Мысалы, ол саудиялық шейхтарға сол сұрақты қойды ғой, Ибн Баз болсын, Фаузан болсын, кез келгенде сұраса, намаз оқымайтын жағдайы қандай дейтін болса, ол кәпір дейді, ол жаназа шығарылмайды дейді, ол мұсылмандардың зиратына жерленбейді дейді мысалы. Ал бізде Ханафи мазхабында жалпы басқа мазхаб ғалымдарына қарайтын болсақ, Ахлу сунна деп айтатын. Енді имам Малик, имам Шафиғи намаз оқымайтын адамды ешқайсысы кәпір демеген. Сондықтан да олардың жалпы көзқарастарындағы негізі ауытқушылықтары осымен байланысты деп айтуға болады, кәпір мәселесімен, жаңағы такфир мәселесімен. Сонымен қатар бидағат ұғымына қатысты. Бидағат дегеніміз яғни дінге жаңалық енгізу деп айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде күллі бидағатин далаля дейді ғой, кез келген жаңалық адасушылық дейді. Енді бұл хадисті біздің жалпы ахлу сунна ғалымдары түсіндіреді, қандай жаңалық деп. Яғни бұл жерде тым жалпылама айтылған дейді да, тым жалпылама айтылған, оны яғни бұл мұтлақ ам айтылған хадис, оны жекешелендіреміз дейді, тахсис жасаймыз дейді. Яғни бұл жердегі жаман нәрсеге қатысты айтылған деген сияқты, жаман жаңалықтарға қатысты айтылған деп. Оның дәлелі қалай, не дейтін болсақ, оның дәлелі сахабалардың амалдары. Сахабалардың кезеңінде де біз байқап қарайтын болсақ, олар пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан естімеген, өздері былайша айтқанда өздерінің көзқарастарымен жасаған амалдар болған. Билал радиаллаху анхудың айтатын өзінің дұғасы болған. Бір сахаба мысалы әр намазда фатиха жаңағы қосымша зәм сүре оқып, одан кейін Ықылас сүресін қосып отыратын болған. Пайғамбарымыз оны артынан естиді ол нәрсе жасайтындығын. Яғни ол былайша айтқанда ол нәрсені жаңалық деп айтуға болады, өйткені оны ол Құраннан алып тұрған жоқ, оны ол пайғамбарымыздың басқа бір хадисінен алып тұрған жоқ, пайғамбарымыздың іс-әрекетіне қарап олай жасап тұрған жоқ, ол өзі солай жасағысы келді. Мысалы, әр намазда, әрбір ракағатында қосымша сүре оқығаннан кейін ең соңында міндетті түрде Ықылас сүресін оқып отыратын болған. Сөйтіп Ықылас сүресін оны пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам естиді, сол кезде сұрайды, сен неге олай жасайсың деп, мен Ықылас сүресін жақсы көремін дейді. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ол нәрсеге дұрыс емес, қате деп айтпайды мысалы. Сондықтан да оның бұл іс-әрекетін құптайды. Сондықтан да бұл нәрсе
егер де пайғамбарымыз білесіз, егер бір нәрсенің дұрыс емес харам болатын болса міндетті түрде айтады ол харам деп, үндемей қалмайды. Сол сияқты сондай жағдайлар өте көп болған сахабалардың өз арасында да. Сондықтан да бидағат деген нәрсе былайша айтқанда қазір сәләфилердің айтып жүрген бидағаттары қате болып табылады. Енді ол бидағат деген ұғым бар, такфир бар. Бұдан бөлек жаңағыдай әл-уәля уәл-бара деген ұғым бар ғой. Алла үшін жақсы көріп, Алла үшін жек көру, Алла үшін жек көру деген сияқты. Бұл ұғымды да олар басқаша өздері түсіндірме бергісі келеді. Бұл ұғымдарды олар мұсылмандарға қатысты қолдана береді. Негізі кәпірлерге қатысты айтылады дейді, бірақ оның өзінде біз кәпір дегенде де кез келген өзге дін өкіліне қатысты бұл нәрсе қолданылады деп айтылмаймыз. Өйткені ол жерде кафир харби деген мәселе бар. Кафир яғни соғыс жағдайы бөлек қарастырылады, бейбіт жағдай бөлек қарастырылады деген сияқты. Оның барлығы жаңағы кез келген дін өкілі екен, ол кәпір екен, оны жаңағыдай біз жек көруіміз қажет деген ұғым жоқ. Мысалы Құранда білесіз, кітап иелерінен қыз алуға рұқсат береді, үйленуге кітап иелеріне. Былайша айтқанда енді кітап иелерінен, яғни христиандардан, яһудилерден қыз алуға болатындығын айтады. Енді біз Алла үшін барлығын жек көретін болсақ, сен өз әйелің мысалы христиан болса, енді рұқсат беріп тұр ғой. Қалай оны сен бір уақытта жек көріп, бір уақытта жақсы көресің да? Мысалы жүрекке екі нәрсе келмейді ғой. Сен Алла үшін жек көріп тұрасың да, бір жағынан кәпір болғандығы үшін. Бір жағынан адами тұрғыдан жақсы көріп тұрасың. Қарама қайшылық та, сондай абсурдный нәрселерге шейін барады енді бұл нәрсе ақидасында. Сондықтан да ол жерде жек көру деген қатысты соғыс жағдайына қатысты айтылған. Енді соғыс болған кезде ешкім бір-бірін жақсы көріп жүрмейді, білесіз, ол жерде жағдай басқа. Сондай өзінің ұстанымдары былайша айтқанда, енді бұл қазіргі уақыттарда кейбір соғыс жағдайларына қатысты айтылған пәтуаларды бейбіт жағдайларда айтатын болса бүлік туындатады, білесіз. Хаос пайда болады. Өкінішке орай міне сондай Құран аяттарын, хадистер, соғыс жағдайларына қатысты айтылған Құран аяттар мен хадистерді осы бейбіт мемлекетімізде бейбіт жағдайда қолданудың салдарынан осындай дініміз экстремистік, террористік әрекеттерге барып жатады. Дінаралық алауыздық туғызып жатады, қылмыстық кодекспен, осы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексімен айыпталып жатады, мысалы өзге дін өкілдеріне қатысты тілдей кезеп. Одан бөлек террористік актілерге шақырып жатады, мысалы бейбіт жағдайдың өзінде. Міне осындай ерекшеліктері бар деп айтуға болады. Өкінішке орай қауіпті жақтары да осымен де байланысты айтуға болады. Жалпы былай енді күнімізде де жалпы қоғамда да болсын басқа түсініктер қалыптасып жатыр. Енді ол түсінікке де сол матхалиттік бағыттың ұстанушылары да сондай түсінікті қалыптастырып жатыр қоғамда. Ол қандай түсінік? Біз байыпты жол ұстанамыз. Мысалға бірден айтатын мысалы әңгімелері болсын, басқалары болсын, бірден такфирлерді жамандайды. Анау андай екен, мынау мындай екен, біз ондай емеспіз. Біз патшаға бағынамыз. Біз жаңағыдай осындай деген секілді қоғамда өкінішке орай бір байыптылықты қалыптастыруда. Былайша айтқан кезде ол жаңа такфирлі джихадистік ұстанымның оқитын идеологияларды ұстанатын идеологияларды оқитын кітаптары да бір, матхалиттік бағыттың да кітаптары бір. Былайша айтқан кезде ешқандай айырмашылығы жоқ. Жақсы, өте жақсы нәрсені қозғап отырсыз. Жалпы салафизм байыпты бола ма деген нәрсе ғой, былай қарасаңыз. Негізі түп негізіне қарайтын болсақ, Абдул-Вахабтың идеологиясы ғой енді бұл. Негізін қалаған. Ол байыптылықпен басталған жоқ. Ол радикализммен басталды. Ең басында ол дағуат, былайша айтқанда оның мақсаты соғыс болды. Мұсылмандарды кәпірге шығарып, олармен соғысып, олардың жанын адал етіп өздеріне қан төгіс жасау болды. Осындай мақсатта құрылған нәрсе ешқашан байыпты болмайды негізінде. Уақытша ғана бір байыптылықтың көрінісін жасауы мүмкін, бірақ ол еш уақытта байыпты болмайды. Оны біз тарихтан да көре аламыз. Енді біз бұл енді матхализм көп араб елдеріне тараған ғой. Көп араб елдеріне тараған, соның бірі мысалы Мысырға тараған, одан бөлек Сауд Арабиясынан бөлек енді Орта Азиядағы елдерден бөлек араб елдеріндегі Йеменге тараған, Біріккен араб әмірліктері бар. Соның бірі Ливияға тараған. Ливияда Каддафи билікке келгеннен кезде, енді Каддафи білесіздер ғой, Каддафи билікке келген кезде жалпы ол демократияны қатты жақтыра бермейтін адам болған, білесіздер. Демократияға қарсы күш ретінде әртүрлі сыртқы елдердегі бір бағыттарды өзіне пайдаланғысы келеді. Соның бірі осы 90-шы жылдар болу керек, қателеспесем, немесе одан бұрын сәл
Сауд Арабиясының қолдауымен матхалиттік бағыттағы уағызшыларды, идеологтарды өзінің мемлекетіне тарттыра бастайды. Яғни ол жердегі оның Каддафидің мақсаты саяси болды. Яғни ол сол бағытты ұстанды деген нәрсе емес. Ол оған ең бастысы демократияға қарсы бір бағыттағы адамдар болса болды. Былайша айтқанда враг моего врага мой друг дейді ғой. Менің жауымның жауы менің досым деген сияқты. Сондықтан да ол өздеріне оппонент демократтарға бір оппонент табу мақсатында матхализмді енгізе бастайды өзінің еліне. Емін еркін бір жағынан қаржыландыру да болуы мүмкін енді Сауд Арабиясы тарапынан. Емін еркін кіргізулеріне мүмкіндік береді матхализмнің дағуаты тарайды. Салафизмнің оның ішінде матхализмнің дағуаты тарайды. Сөйтіп ол кейіннен өкінішке орай бірақ жаңағы араб елдерінде арабская весна деген араб көктемі деген атпен танылған оқиға болады ғой. Революциялар жаңағы ұшқыны бастайды. Халық көтеріліп жаңағы революцияға шақырып көптеген жаңағы сол кездегі диктаторлық биліктерді құлатқысы келіп сондай общем оқиғалар бола бастаған кезде Ливияда да ол нәрсе көрініс табады. Жаңағы бүкіл араб елдерінде болып жатқан жағдай Ливияда да болады. Сол кезде Каддафиге қарсы шыққан революциялық топ жаңағы шыға бастаған кезде оны халифа Хафтар деген кісі жаңағы жетекшілігіне алады, өзінің жаңағы батальонын құрып, әскерін құрып. Сол уақыттарда бір жаңағыдай қызық жағдай болады. Енді Каддафиге бұған дейін матхалиттер басшыға бағынамыз, Каддафиге бағынып келді. Бірақ сол революциялық қозғалыста 2016 жылы Рабиғ аль-Матхалидің пәтуасы шығады. Каддафи болды мұсылмандардың әмірі емес, халиф Хафтар деген жаңағы шығып отыр ғой, революциялық топта. Сол халифат дейді ғой, сол мұсылмандардың әміршісі сол болады дейді. Болды, сол бір пәтуаның салдарынан сол жақтағы Каддафидің өзі бастапқыда алып келген матхалиттер өзіне қарсы көтеріліс жасап кетті. Өзіне қарсы көтеріліске қосылады. Көтеріліске қосылып, сонымен қатар өздерінің батальондарын құрады. Матхалитский батальондар болады кәдімгідей. Улул әмір, тоғатул әмір, жаңағы кәдімгідей ана сириялық қазіргі уақыттағы ИГИЛдағы соғысып жүрген ешқандай айырмашылығы жоқ. Сол содырлардың әрекеттерін жасайды, бейбіт халықтарды қырады. Жаңағы олардың мал мүліктерін тонайды, сөйтіп жаңағы тіпті олардың жаңағы ана біріккен не бар ғой, ООН дейді ғой, біріккен ұлттар ұйымы солардың іс-әрекеттерін көріп әскери қылмыс деп таниды көп жағдайларда. Өйткені бейбіт халықты көп қырғынға ұшыратқан сондай қатыгез бір ұйым топтар ретінде сол матхалиттік батальондар жаңағы халиф Хафтар деген тұлғаның соңынан ерген топтар былайша айтқанда Каддафиге қарсы соғысады. Сөйтіп оны тақтан тайдырады. Кейіннен жаңағыдай басқа да оппозициялық топтар, енді ол жерде бір ғана фракция болмайды ғой. Каддафиден бөлек басқа бір фракциялар, сол фракциялардың барлығымен соғысып, енді өздерінің сол мүдделерін қару-жарақпен қорғайды былайша айтқанда. Міне бұл жағдай, Ливиядағы жағдай басқа елдерге де негізі сабақ болуы қажет деп ойлаймын. Сол матхалит байыпты деп жүрген матхалиттер қолдарына қару ұстап, оппозициялық топты қолдап, былайша айтқанда заңды билікке қарсы шыққан. Ол ешқандай да бір байыптылық көріп тұрған жақсы. Мысалы, ол жерден қолдарына қару ұстап соғысып жүрген топ болған. Сондықтан да ол жерде байыпты деп айтудың өзі қате. Себебі ол кез келген ол сырт жаққа байланып тұрған нәрсе ғой. Сырт жақтағы қандай да бір елдегі бір тұлғаның пәтуасына байланып тұрған нәрсе. Ол пәтуа, сырттан пәтуа қалай келеді, олар солай өзгереді 180 градусқа дайын тұр мысалы. Сондықтан да ол нәрсені біздің құзырлы органдарда бақылауда ұстау қажет деп ойлаймыз. Матхалиттік топтар еш уақытта байыпты болмаған. Енді ол кезінде сондай бір ой пікір болды, байыпты деп, жаңағыдай Сауд Арабиясының билігіне сондай бір қолдау көрсеткендігі үшін, жаңағы патшалық билікті сондай бір қолдағандары үшін сондай бір атау алып кетті. Бірақ өкінішке орай негізінде жағдайларға, тарихқа қарайтын болсақ, осыны басқа елдерде болып жатқан жағдайға қарайтын болсақ, осындай оқиғалар орын алған. Жақсы, рахмет. Келесі енді жалпы уақытымызда таяп қалды. Енді соңғы бір сұрақ. Жалпы осы матхалиттік бағыт елімізде қауіпті болуы мүмкін бе? Бізде жалпы бірінші қауіп немен байланысты? Бірінші қауіп қазақ халқының ертеден бері қалыптасқан дәстүрлі діни бағыты бар. Абу Ханифа мазхабы, Матурidi ақидасы, оның біздің сопылық бағыттары бар. Түркілік дін дейміз ғой, былайша айтқанда түркілік ислам дейміз. Түркілік ислам түсінігі бағыт қалыптасқан бізде. Сол бағытқа қайшы келеді бірінші кезекте. Сол нәрсені жоққа шығарады. Біздің
ұлттық бірегейлігімізден идентичность, национальный идентичность, өзіміздің қазақпыз деген сондай бір неміз бар ғой, түсінігіміз бар ғой, сол түсініктен айырып тастауға шақырады. Біз қазақпыз деген ұлттық бірегейлігімізден айырып тастау қаупі бар. Бірінші кезекте сол қаупі. Бұл енді ең жоғары қауіп, мәдени тұрғыдан қаупіміз. Біз ұлт ретінде сол нәрседен айырылып қалуымыз мүмкін, ұлттық бірегейлігімізден. Екінші қауіп ол білесіз, бағана айтып кеткеніміздей, билік саяси тұрғысынан қауіп. Олардың идеологиясы басқа. Олар матхалиттер демократияны, біздің Қазақстан Республикасы демократиялық мемлекет қой, өзінің демократиялық мемлекет ретінде орнықтырады, конституцияда ол нәрсе жазылған. Сол нәрсені жоққа шығарады. Ол қайдан алды деп отырсаңыз, Рабиғали Мадхалидің демократия дейді ғой арабша айтқанда, демократияға қатысты айтқан өзінің жолдамасы бар, ар-рисале деп айтылады, мақаласы бар. Сонда демократиямен басқару ол күфірлік дейді. Жалпы егер біреу қандай да бір адам шариғат біліп тұрып, шариғаттан Құранды біліп тұрып демократиямен басқаратын болса, онысы күфірлікке бару мүмкін дейді. Ал егер ол білмей басқаратын болса, енді ол күнә деп, кіші күпірлік деп бөліп қарайды. Енді бұл жерде нақты айтатын нәрсе ол демократияны мойындамайды. Мадхализм еш уақытта демократияны мойындамаған. Осы қаупі негізі осы нәрсемен байланысты. Енді олар өздерін барынша саясаттан бір бөлінген, саясатқа араласпайтын топ ретінде көрсеткісі келгенмен де негізгі бағыттары ол шариғи мемлекет құрамыз деген бір көксеген мақсаттары бар. Міне осы тұстан бізге мемлекеттік билік тұрғысынан, саяси тұрғысынан қаупі бар, идеологиялық тұрғысынан. Үшінші жағы қаупі қоғам арасындағы бүлік туғызу. Мысалы, біз мадхализм, суруризм деп айтып жатырмыз ғой. Жалпы сол мадхализмнің ішінде екі бағыт қалыптасып кетті, мысалы. Саафиқа, мусафиқа деп айтады енді өздері арасында. Ешқанда қарапайым тілмен айтқанда, Саудияда екі шейх, екі мадхалиттік бағыттағы шейх, қандай да бір діни бағыттағы екі шейх бір-бірімен келіспей қалады бір мәселеге қатысты. Сөйтіп екеуі бір-біріне қатысты сыни пікірлер айтады. Ананың бағыты дұрыс емес, анау айтады, мынаның бағыты дұрыс емес дейді. Сөйтіп екеуі ұрысып қалғанның салдарынан, былайша айтқанда қарапайым тілмен айтқанда ұрысып қалғанның салдарынан Қазақстандағы сол уағызшыларды тыңдап жүретін мадхалиттік бағыттағы діндар адамдар екіге бөлініп кетті. Бір-бірінің жаназасына қатыспайды, бір-бірімен араласпайды, бір-бірімен бір отырысқа отырмайды, бір-бірін бақуар деп есептемейді. Қарап тұрсақ, айдала ғой, Саудиядағы болып жатқан жағдай еліміздегі ситуацияға әсер етіп жатыр да. Бұл қауіп қой, мысалы. Дін бөлінушілікке алып келеді осындай жағдай. Сондықтан да жалпы кез келген діни жамағат, ол мейлі салафизм болсын, немесе басқа діндерге қатысты болсын, христиандық бағыттағы неше түрлі діни топтар бар ғой, кез келгені, ол енді ортақ қауіп деп айтса болады, кез келген діни бағыттан, ол бөлінушілікке алып келеді. Осы нәрсемен байланысты. Дінаралық, ұлтаралық алауыздық туғызу ол қауіпті нәрсе, біздің еліміздің бірегейлігіне өте қауіпті нәрсе. Сол нәрсемен де байланысты. Тағы да бір нәрсе, енді ол бізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бар. Заңды діни миссионерлікпен айналысу құқығы бар. Енді өздерін мадхалиміз деп айтатын топ, ол ұйымға өздері бөлек қарап, өздері қарсы болып, ол нәрсеге өздерінің пәтуаларын шығаруға тырысады. Бұл да өз кезегінде мысалы мынандай нәрсе бар. Бір елде қандай да бір діни пәтуа қалыпты болуы мүмкін, ал ол діни пәтуаны, сол діни пәтуаны басқа бір елге айтатын болсаң, ол экстремизм ретінде қаралуы мүмкін. Яғни бір діни пәтуа елдердің әртүрлі болуына қатысты негізі пәтуа да өзгереді ғой. Сол нәрсе ескерілмегендіктен өкінішке орай біздің сол басқа діни жамағатта жүрген азаматтар шетелдік пәтуаларға сүйену арқылы, шетелдік пәтуаларға жүгіну арқылы осы экстремизмге ұрынып қалып жатады. Ол елде мүмкін ол нәрсе қабылдануы мүмкін. Мысалы, қара киім жүру Сауд Арабиясында нормальный болуы мүмкін. Ол халық бәрі қара киіп жүр, ол жақсы. Онда тұрған не бар деп ойлауы мүмкін. Бірақ ол Қазақстанға келетін болса, ол деструкцияның белгісі болып ретінде қаралады. Онда халықтың несінде ол қоғамда қабылданбайды, оң қорытынды бермейді. Оң қарамайды оған ешқашан деген сияқты. Сондай мәселелер бар. Жалпы қаупі осы тұрғысынан қарауға болады. Енді соны байыпты деп оны бөліп қараудың ешқандай несі жоқ. Ешқандай байыпты деп жүрген мадхализм бағытындағы азаматтардың өзі такфиризм бағытында жүрген азаматтардың жасап жатқан тірлігін жасауы мүмкін. Террористік актілерге баруы мүмкін, экстремистік актілерге баруы мүмкін деген сияқты сол жағдай.
Жақсы, Дастан Дарханұлы, Алла разы болсын, уақыт бөліп, осы студиямызға келіп, подкастымызға түсіп жатқанға, осы тақырыптарды кеңінен түсіндіріп бергеніңізге алғыс айтамыз. Рахмет. Ахиру дағвана анил хамдулиллахи роббил алемин.